Теміртау қаласында биыл инвестиция тарту арқылы жұмыс орындары ашылып, жаңа ғимараттар бой көтермек. Жастарды қолдау мен халық әлеуетін арттыруда да игі бастамалар жүзеге аспақ. Атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар жайлы өңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте айтылды. Тақырыпты тілші тарқатсын. Құрышты қалада аса маңызды және экономиканың басым бағыттарының бірі өнеркәсіп саласы. 2024 жылы қала үшін барлық негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер бойынша оң динамика көрсеткен. Өнеркәсіп өндіріс көлемі 1 триллион 122 миллиард теңгені құрап 9%-ға өскен. Өндіріс көлемі 1 триллион 99 миллиард теңге. Нәтижесінде Теміртау қаласы облыстық өнеркәсіп өндірісіндегі үлесін 27,8%-ға жеткізген. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 11.555 бірлік немесе 23 жылға қарағанда 2%-ға өскен. 31.800 адам жұмылдырылған, өндірілген өнім көлемі 248 миллиард 300 миллион теңге. Жоғары тұрған бюджеттерден берілген нысаналы трансферттер түсімдері 2 миллиард 910 миллион 800 мың теңгені құрады. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 331 миллиард теңгеге жетіп, 2020 жылмен салыстырғанда 4,5 есеге артқан. Агросала мен құрылыстың қарқыны да жоғары. 13.894 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Биыл да атқарар жұмыс ауқымды. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде 2024 жылы қала бойынша 5,4 миллиард теңгеге 150 жоба қолдау тапқан. 30 жас кәсіпкерге 2 миллион теңге сомасындағы гранттар берілген. Реализован первый один проект. Ақтау кентінде 81,4 миллион теңгеге бір спорт және 5 балалар ойын алаңын, 5 аялдама павильонын орнату жұмыстары жүргізілді. 8,4 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу, жақсы жағдайдағы жолдардың үлесін 1,3%-ға арттыру. Осының барлығы қала мен Ақтау кенті тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға да септігін тигізеді. Теміртау шаһарында шағын және орта кәсіпкерлік үшін 2024 жыл табысты аяқталған. 2025 жылы шағын және орта бизнесте құны 1,7 миллиард теңге болатын 6 нысан 12 жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. Биыл жоспар бойынша халықтың әлеуетін арттыру, экологиялық ахуалды жақсарту секілді жұмыстар да назарда болмақ. Мақсат Бейсенаев, Іңкәр Қисамиден, Сарыарқа телеарнасы.